Қалайсыздар? Бұл KZ English. Сіздермен Жанайдар. Біз ары қарай сабақтарымызды жалғастырамыз. Айтып кетейін, бұл Essential Grammar in Use деген кітап бойынша біздер сабақты өтіп жатырып. Ол кітап 114 сабақтан тұрады. Біз қазір 11-ші сабақта жүрік. Біз осыдан алдын 1-ші сабақтан бастап 9-ші сабаққа шейін present өттік. Present деген яғни осы шақ. Осы шақтың M is A, B етістігін өттік. Осы шақтың continuous өттік, present continuous. Содан кейін present continuous questions, сұрақтар қоюды өттік. Present simple, қарапайым present. Солардың барлығын 9-ші сабаққа дейін өттік. I have, I've got-қа дейін. Содан кейін 10-ші сабақта осылардың өткен шағын жайлап өтіп бастадық. Was, were деген ол M is A-ның өткен шағы. Енді бүгін 11-ші сабақ, ол I do, I work деген 5-ші сабақтың өткен шағы болып есептеледі. Қазір кітапта соны иллюстрация ретінде, былай ретінде көрсететін болады деп ойлаймын. Қазір соны қарап өтіп шығайық. Ендеше 11-ші сабақ өткен шақты өтетін боламыз. Осы шағын біз 5-ші сабақты өттік, 5-ші юнитті өттік. I do work like деген present simple. Мысалы, I read, I like, I work, I watch деген барлығы осы шақ. I watch мен қарадым, I work мен жұмыс жасадым. Енді осының өткен шағы қалай жасалынады, соны 11-ші сабақта қарайтын боламыз. Мына 11-ші сабақта they watch television every evening. Олар теледидарды әр кеш қарайды дейді. Әр кеш олар телевизорды қарайды дейді. Мына жерде watch пен келіп тұр етістік. Watch деген ол present simple, ол осы шақ. They watch, олар қарайды. Ал енді олар қарады деп өткен шақты айту үшін осы етістіктердің соңына ed қоса қоямыз. Ed деген сөзді қоса қоямыз. Сонда watch, ed'ін қоссақ, they watched, олар қарады. Өткен шақ болып кетеді. They watched television yesterday evening. Олар кеште теледидар қарады. Сонда past simple болып кетеді. Watch деген міне is a past simple дейді. Картинкаға қарайтын болсақ, міне күйеуі мен әйелі телевизор қарап отыр. Олар бұл картинка кешеге қатысты болатын болса, онда they watched, олар қарады. А егер де қазірге қатысты бұл картинка болса, онда they watch, олар қарап жатыр. Қарап жатыр дегенде олар қарайды. Мысалы, міне таблицада сызылып тұр. I, we, you, they. Қараңыздар, даже he, she, it-дің өзіне де барлығына watch деп айтыла береді. Өткен осы шақта s, watches деп сондай бір өзгерістер болды ғой. 5-ші сабақты қарасаңыздар болады кері, егер де ұмытып қалған болсаңыздар. Ал мұнда өткен шақта watch'та қандай есімді қолдансаңыз да, I-ды қолдансаңыз да, he-ді, she-ді қолдансаңыз да, барлығын қолдансаңыз да watch деп айта бересіз. Мысалы, play ойнады, ed-ді қосасыз, played болады. Оны қазір алдыңғы беттерде өтеміз деп ойлаймын, иншалла. Ендеше страница B не деп айтылған екен? The past simple is often AD, regular verbs дейді. Past simple деген, яғни өткен шақ, қарапайым өткен шақ, ол әрдайым AD дейді, regular verbs. Осы правильный, дұрыс етістіктерде соңына AD қосыла қояды. For example, мысалы, work деген жұмыс жасау, жұмыс жасады деп өткен шақты айтатын болсақ, онда сол work етістігінің соңына ed қоса қоямыз. Worked, жұмыс жасады. Clean, тазалады, тазалайды. Clean деген тазалады. Start, бастайды. Started, бастады. Dance, билейді. Danced, биледі. Бұрын биледі өткен шақта. Мысалы, кеше биледі. Dance. Stay, тұрды, тоқтады. Stayed, тоқтады, бұрын тоқтады. Stay, тоқтап жатыр. Need, мұқтаж. Needed, мұқтаж болды. Байқасаңыздар, әрбір етістіктің соңында ed қосылып тұр. Енді мысалдарды қарап көрейік. I clean my teeth every morning. This morning I cleaned my teeth. Мен әр таңертең, every morning, әр таңертең clean my teeth. Мен тісімді тазалаймын дейді. I clean
This morning, осы таңертең, I cleaned my teeth. Мен тісімді тазаладым. Өткен шақ. Міне AD қосылып тұр. I cleaned my teeth. Мен тісімді тазаладым. Келесі мысал. Terry worked in a bank from 1996 to 2003. Terry банкта 1996-тан бастап 2003-ге дейін жұмыс жасады дейді. Жұмыс жасады, яғни worked. Worked деп AD соңында қосылып тұр. Демек бұл өткен шақ. Демек ол жұмыс жасады. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. Кеше жаңбыр таңертең толықтай таңертең бойы жаңбыр жауды дейді. It rained, жаңбыр жауды дейді. It stopped, ол тоқтады at lunchtime. Lunchtime уақытында обедте тоқтады дейді. We enjoyed the party last night. Біз өткен түні вечеринкада бір демалдық дейді. We danced a lot and talked to a lot of people. The party finished at midnight. We danced, біз биледік дейді. Danced, биледік. A lot, көп. And talked, сөйлестік. To a lot of people, көп адамдармен. The party finished, вечеринка бітті. Finished at midnight, түннің ортасында дейді. Түннің ортасында вечеринка бітті дейді. Енді spelling тарик, spelling. Яғни кейбір оқыған кезде өзгеріске ұшыраулары. Мысалы try дегенде, осы try, осы u етістіктері келген кезде, y етістіктері, tried деп айға ауысып кетеді. Tried. Study дегенде studied. Енді copy дегенде copied. Осылай өзгерістерге ұшырайды. Егерде stop, p әрпі мен n әріптері келген кезде, p мен n, stopped 2p болып қалады. Plant 2n болып қалады. Осындай өзгерістерге ұшырайды. Мән беріп қойыңыздар. Біз келесі енді C бетін қарастырайық. Қараңыздар. Some verbs is irregular. Кейбір етістіктер неправильный, дұрыс емес дейміз ба, ауру етістіктер дейміз ба, әлсіз етістіктер дейміз ба. Сондай бір етістіктер бар ағылшын тілінде. Ағылшын тілі ойлағандай, сіз ойлағандай жеп-жеңіл емес, барлығы тек AD қосыла бермейді. Кейбір етістіктер бар, оның өткен шағы мүлдем басқаша болып өзгеріп кетеді. Ол бір санаулы етістіктер, соларды жайлап уақыт өте келе жаттап аларсыздар. Қазір соның бірнеше түрлерін өтіп көрейік. Маңызды, қолданыста көп қолданатын кейбір етістіктерді қарап көрейік. Мысалы, begin деген басталады деген, begin. Ол begin деп соңына AD қосылуымен өткен шақ болып кетпейді. Ол began деген, ол өткен шақтың, began деген өзінің бөлек етістігі бар. Мысалы, break сындыру болса, оны сындырды деген өткен шағы broke болады. Broke деп басқалай өзгереді. Fall дікі fell, мысалы. Leave дікі left. Сонда мысалы, I leave my key дейтін болсақ, мен кілтімді тастадым деген, тастаймын деген болса, а егерде мен кеше тастап кеттім кілтімді, тастадым деп өткен шақпен айтатын болсақ, leave деп AD қоспаймыз, left дейміз. I left my key. Мен кілтімді тастап кеттім. Мысалы, кейбір кездерде мүлдем басқаша болып өзгеріп кетеді. Мысалы, go деген кезде оның барды дегені, go деген бару, барды дегені went. Қарап тұрсаңыздар, мүлдем басқаша. Мысалы, кейбір кезде жазулары бірдей болады, бірақ оқулары бөлек болады. Мысалы, read деген оқу. I read a book. Мен кітап оқимын. Бірақ мен кітап оқыдым десек, I read. Осы өткен шақтағы етістігі дәл солай жазылғанмен, бірақ басқаша оқылады. Read деп оқылады. I read my book десек, мен кітапты оқыдым деген мағына шығып кетеді. А егерде дәл сол жазуды read деп оқитын болсақ, онда осы шақ болады. Осыған мән беріп қойыңыздар. Осындай етістіктерді жаттап алсаңыздар, бұларды орыс тілінде неправильный глагол дейді, қазақ тілінде әлсіз етістіктер деп айтатын шығар. Осы етістіктерге мән беріп қойыңыздар. Демек, ағылшын тілінде өткен шақтың етістіктері правильный деген дұрыс етістіктер болады. Оның барлығына AD қоса қоясыз соңына. Екінші түрі ол дұрыс емес, әлсіз етістіктер. Олар осындай өзінің бөлек сөздері болады. Оларды жаттап алу керек. Есте сақтап қалу керек. Енді мысалдарды қарай көрейік.
I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Қараңыздар, мен әдетте ерте тұрамын дейді. Get up деген тұру. Get up, ерте тұрамын. But this morning, бірақ осы таңертең, I got up, мен тұрдым. Қараңыздар, get up деген тұрамын, got up деген тұрдым өткен жағы. Демек, бұл әлсіз етістік. At 9 o'clock, сағат 9-да дейді. Келесі мысал. We did a lot of work yesterday. Кеше біз көп жұмыс атқардық дейді. Көп жұмыс жасадық дейді. Do деген істеу, өткен жағы did, істеді. Келесі мысал. Caroline went to the cinema 3 times last week. Caroline кинотеатрға аптасына, алдыңғы аптада 3 рет барды дейді. James came into the room, took off his coat and sat down. James бөлмеге кірді дейді, өзінің пальтосын шешті, кейін отырды дейді. Came into деген кіру. Бұл деген өткен шақ. Came into деген кірді деген. Ал кіреді деген ол come. Come бұл өткен шағы came. Came into the room. Took off деген, took деген take. Міне take, оның өткен шағы took off his coat. Пальтосын шешті, sat down, отырды. Міне sit down, өткен шағы sit down. Осымен сабағымыз бітті. Ұнаған болса лайк басыңыздар, қолдап тіркеліп қойсаңыздар. Келесі сабақта кездескенше иншалла.